Орынбор авиация училищесін бітіріп, 808 шабылдаушы авиаполкке келгеніне міне бүгін 2 апта толды. Жолдас сержант, сізді командир шақырып жатыр. Не пришедшие полей. Жолдас командир! Әбдіров, қалай? Дайынсың ба шабуылға? Дайынмын, жолдас командир. Ендеше былай қараңдар. Бүгін жаудың үлкен бір тобының шабуылға шығатыны анықталып отыр. Сендерге жүктелетін міндет, олардың алғы сапын жусатып, өз әскерлеріміздің ілгері басуына жол ашу. Қалған бұйрықты шабуыл үстінде күтесіңдер. Міне, көптен күткен сәтте келді. Соғыс деген баланың ойын емес. Соғыс өлім мен өмір арпалысы. Соғыста кім күшті, кім жүректі, кім әдісқой болса, сол жеңбек. Осы уақытқа дейін жинаған тәжірибемізді пайдалана аламыз ба? Жоқ ба? Жау қарсылығына орай амал әрекет жасамасаң, басым түспесең, онда жаудың құрбаны өзің боласың. Жоқ, біздің бір сәт босаңсуға қақымыз жоқ. Отан ана бізге сеніп, өмірі көрмеген самолет беріп отыр. Ендеше, қалайда жаудан басым түсіп отыру біздің міндетіміз. Seni korkayım. Алғашқы олжаң жаман емес, бүйте берсең, жаудың түгін қоймассың.
бол бауырым, қош бол Нұркен. Туған елге. Mm-hmm.